Assalamu алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті жамағат, құрметті бауырлар, баршаларыңызға Алла тағала әрбір күндеріңізге, істеріңізге хайыр, берекет, жақсылық берсін. Бүгін сіздермен қозғалып отырған тақырыбымыз осы ислам дініндегі ағымдар турасында. Міне солардың бірі мәтхалиттер. Яғни бұл топтың қайдан шығуы, атаудың қайдан берілуі, және де бұл топтың негізгі ұстанымдары, және де бұл топтың қандай мақсаттары турасында азды көпті өздеріңізбен сөз қозғайтын боламыз. Алла тағала баршамызға разы болсын, Алла бөлінуден сақтасын. Енді осы мәтхалиттерге тоқтайтын болсақ, Рабби ибн Хади әл-Мәтхалит 1932 жылы дүниеге келген. Көзқарастарын ұстанған мәтхалит сәләфилерге берілген атау. Бұл топ яғни өзіне бағынбағандарды ихуан немесе харижиттер тағы басқа деген жағымсыз атаулармен атап өздерін ақ қылып көрсеткісі келеді. Олардың негізгі ұстанымы қандай жағдай болсын болмасын мемлекет басшысына бағыну деген ұстанымдарды мықты ұстанғандықтан, міне олар көптеген жағы таяу шығыс елдерінде диктаторлық ережедегі билік басындағыларға бір қатар елдерден радикалды топтарға қарсы күш ретінде қолдау тапқан. Кейін бұл қозғалыс көптеген араб елдерінде кең таралған. Яғни бұл топтың өзінің бірден бір мақсаты болатын болса, билік қандай болсын болмасын билікке бағыну деген ұранды желеуетімен өзінің сол мемлекетте, сол жерде өзінің сондай орнын тауып, өзінің мақсат мүдделерін іске асырып отырғандығын көруге болады. Әрине олар өздерін мәтхалит деп атаудан үзілді кесілді қарсы, яғни өздерін мойындамайды. Бұларды, яғни бұл дін дұшпандары әдейілеп ойлап бізге таққан атақ деп бұлар қабылдағысы келмейді. Алайда олардың шейхтарының бәрі Рабби әл-Мәтхалиттің көзқарастарын негіз етіп алады. Олар тахлид жасауды дұрыс деп санамайды. Өздерінің ғана нағыз сәләфи және әхли сүнне уәл жамағат жолындамыз деп өзгелерді қаралауға күш салады. Яғни тек қана біз туралықтамыз, біз ақиқат жолда жүрушіміз деп өзінен өзге басқа топтарды қаралап теріс ағымда жүр деген көзқараста ұстанады. Мәтхалиттер қазіргі мұсылмандардың негізгі мәселесі таухид улул хияны бұрмалауда әдеп санайды. Сондықтан исламда барлық жаңалық бидағат атаудан тазарту керек дейді. Олар тек мәзхаб ұстанушыларды ғана емес, өзге сәләфилерді де қатаң сынайды. Ең жақсы көретін тақырыптары бидағат. Яғни осы бидағат мәселесін қозғау арқылы қоғамда жәнегі ортада өзінің негізгі мақсаттарын және де әртүрлі бүліктерді шығарып отыратындығы. Олар бидағатты жақсы жаман деп бөліп жатпайды. Яғни біз дінімізде бидағатты жақсы бидағат және жаман бидағат деп бөлсек, бұлар барлығын бидағатқа санап, жихад жайлы ұстанымдары байсалды ретінде танылғанмен дейді. Бұлар 2000 жылы мұсылмандарды Индонезиядағы қарулы қақтығысқа шақыру арқылы сол жердегі өзінің негізгі кейіп-кеспірлерін, өзінің жаңағы негізгі ұстанымдарын соларды білдіргендігі, сол жерден өздерінің жәнегіндей бір жағымсыз әрекеттерін басқаларға сездіргендігін білуімізге болады. Шейхтарына келетін болсақ, Ибн Таймия бұл кісілердің ұстазы болған бұлардың, Ибн Хайим, Мұхаммед ибн Абдул-Вахаб, Раби ибн Хади әл-Мәтхали және де басқа көптеген ұстаздары болған. Енді осы орыс тіліндегі ұстаздарына келетін болсақ, Абу Мұхаммед Иринат Зейнулин, Абу Мариям Назаратулла, міне осы сияқты ұстаздар болған. Қазақ тіліндегі Қазақстандағы ұстаздарына келетін болсақ, Тойыржан Ибрагиму, Өктем Ділмұрат және де басқа осындай өзінің негізгі ұстаздары, шейхтары және осылардың айтқанымен, осылардың көрсеткен көзқарастарымен жүріп отыратын болған. Олардың негізгі мақсаты діни басқармаға ену. Яғни негізгі мақсаты осы еліміздегі ең биік орта болған, яғни дініміздің орталығы осы діни басқармаға еру арқылы адамдарға өзінің көзқарасын, пікірін жеткізу. Олардың ел президенттігі билігін мойындап, Қазақстандағы мұсылмандардың қара шаңырағы, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасын мойындамай, елді имамдарға қарсы қою түпкі мақсаттарын білдіреді. Яғни осы бірден бір мемлекеттің әрбір ісіне туралықпен мемлекетке басшыға бағыну деген көзқарасты ұстану арқылы, бірақ дінімізде
еліміздегі осы Әбу Ханифа мазхабымен жүріп жатқан қара шаңырағымыз мүфтиятқа және де осылай жұмыс жасап жатқан әрбір жәнегі мұсылман имам бауырларымызға солардың жолдарын кесіп, әртүрлі көзқарас пікірлерін кіргізіп, интернет арқылы және де басқа әртүрлі желілер арқылы өздерінің ой пікірлерін іске асырып отырғанын көруге болады. Өзге уаххабилерге секілді олардың қазақтың салт дәстүрлерін, яғни қазағымыздың салт дәстүрін бұларды жоққа шығару, бидағат санау және ширк санау бұлардың негізгі ұстанымдары. Бидағат, ширк деп мұсылманшылықпен астасып жатқан дәстүрімізге білместікпен қарсы шығып, төзімдіктерімен де ерекшеленеді. Олар намаз оқымағандарды ашық түрде кәпір деп айтпағанмен, бірақ оларды мұсылман ретінде қарамайды. Және де осы турасында енді олар ахли сүннет уәл жамағаттың ақидадағы имамдары саналатын имам Әшғари мен имам Әл-Мәтуриді адасқан философтар деп атайды. Яғни біздің осы ақида саламыздағы негізгі ұстаздарымыз болған имам Шафиғи және имам Әл-Мәтуриді адасушылар, философтар деп өздерінің жәнегі көзқарасын, пікірлерін сіңіруге тырысады. Міне құрметті жамағат, негізгі осы мәтхалиттер, яғни осы 1932 жылғы өмір сүрген мәтхалит, осы кісінің атымен аталған, соның ұстанымын, соның пікірін, соның көзқарасын қолданатын топтың атау екендігі. Яғни бұл топ өзінің ішкі мақсаттарын іске асыру үшін әрбір іске баратындығы. Сондықтан құрметті жамағат, осы әрбір топты біліп жүруіміз керек, және де бұның қандай мақсат екендігін білуіміз керек. Алла тағала бізге ақыл берді, ой берді, сана берді. Сондықтан біздің ақ пен қараны айырып, және жақсы мен жаманды біліп, қандай ағым дұрыс, қандай топ, біз қай топта жүрміз, ахли сүнна уәл жамаға дейміз, имам Әбу Ханифаның мазхабындамыз, 4 мазхабты мойындаймыз. Міне осы мазхабтарда ұстанған, осы жолда жүргендермен бірге болатын болсақ, әрбіріміздің мына өмірдегі құлшылығымыз болсын, ғибадатымыз болсын, және отбасымыздағы әрбір ісіміз болсын, береке, жақсылық болары хақ. Сондықтан қазақта сөз бар, бөлінгенді бөрі жейді дейді. Мұндағы айтпақшы сөз, яғни бөлінуге және бөлшектенуге, яғни дұрыс емес екендігі, мұсылманның бір тұлға, бір бүтін бейне екендігін білдіретіндігі. Сондықтан бір болайық бауырлар. Алла тағала қасиетті Құран кәрімде Бақара сүресінде білесіздер, «Уағатасиму хабилиллахи жамиъан ва ла тафарраху» дейді. Бір болыңдар, бөлінбеңдер, Аллахтың жібінен ұстаныңдар дейді. Яғни біздерді бір болуға, Аллахтың жібінен ұстануға, бір мұсылман, бір бүтін дене болуымызға, арамызда бір-бірімізге деген фитна, әртүрлі көзқарастардан аулақ болуымызға шақырады. Негізгі дініміздің түпкі мақсаты да осы мұсылмандардың басын біріктіру және мұсылманның мұсылманға деген дұрыс көзқарасын, дұрыс пікірін қалыптастыру. Сондықтан Алла тағала осындай әрбір жәнегіндей түсінбестік, әрбір жәнегі жат ағымдардың жетегіне еріп кетуден сақтануымыз керек. Алла білімімізге білім қоссын, ойымызға ой қоссын, санамызға сана қоссын. Алла тағала осы Әбу Ханифа мазхабымен туралықта, ізгілікте жүріп, елімізге, жерімізге, әрбір шаңырағымызға жақсы ізгі амал өткізуімізді Алла нәсіп етсін. Уа ахиру дағуана валилхамдулиллахи раббил аламин.